Сәлем достар, бүгін сіздерге өте дәмді бешбармақты көрсеткім келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Етімізді жақсылап жуғаннан соң, осылай үстіне суды құямыз. Қыздар, майлы болған өте дәмді болады бешбармақ, сол үшін майды аямай салыңыздар. Етіміз пісем дегенше қамырымызды дайындап қоямыз. Бір жұмыртқаға 1 шай қасық тұзды салып, үстіне 200 грамм суымызды құямыз, 450 грамм ұнымызды саламыз. Жақсылап илеп, демалдырып, тағы бір 5-10 минуттен кейін қайтарып илеп иін қандырамыз. Етіміз қайнаған соң, оған 1 сәбіз бен 1 болгар пересін салып, тағы да қайнатамыз. Осыдан соң тұздығына майымызды бөлек ыдысқа құйып аламыз. Картобымызды майды алғаннан кейін салған дұрыс. Әйтпесе, майды сіңіріп алады өзіне. Енді мен мынандай қылып асқабақта саламын. Бұл керемет дәмді болады. Асқабақ, картоп, сәбізіміз піскен соң бөлек осылай алып алыңыздар қыздар. Бешбармақтың ең маңыздысы тұздыққа байланысты. Тұздықтарыңыз сол үшін өте керемет қылуларыңыз керек. 2 пиязды, 1 болгар пересін, ас көгімізді, жарты шай қасық тұзымызды салып, араластырып қоямыз. Пиязды қатты өлтіріп жібермеңіздер, кішкене бір қайнатсаңыздар болады. Енді піскен етімізді бөлек сүзіп аламыз. Етіміз өте езіліп әдем болып пісіпті. Сүйектерінен ажырап жатыр, қараңыздар. Тұзын бір көріп жіберіңіздер. Тұзсыз болса, кішкене тұз қосыңыздар сорпаға. Енді қамырымызды кесіп аламыз. Қамырға көп ұн сеппеңіздер. Сорпаларыңыз қоюланып кетеді. Сондықтан қатты ұн себудің қажеті жоқ. Міне қамырымызды осылай кесеміз. Қайнап тұрған сорпамызға саламыз осылай. Арасында былғап араластырып тұрыңыздар. Міне қайнап пісті. Үстіне 1 литрдей мұздай суды құйып жібересіздер. Сол кезде қамыр өте әдемі болады. Суын жақсылап сырқып, табақтың астына тұздықтың майынан кішкене құйыңыздар, табаққа қамыр жабысып қалмау үшін. Қыздар, осы қамырды сүзгеннен соң көп жерлерде көріп жатамын. Тұздық құймай, үстіне етін бір салып, үстіне тұздық құяды. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені қамыр бір-біріне жабысып қалады. Қамырды сүзіп болған соң, осылай тұздықтың майынан жақсылап құйып, қамырды тұздаған дұрыс. Одан соң ғана үстіне етін, көкөністерімізді осылай қойып, бетіне қалған тұздығымыздан да құямыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің тамақтарым ұнап жатса, маған тіркелуіңізді сұраймын.